Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен доктор Ревати Рамазвани, Секундерабадтағы Аполло ауруханасынанмын. Бүгінде лапароскопиялық ота өте кең таралған. Енді лапароскопиялық ота алдында науқас ретінде қандай дайындықтар жасау керек екенін талқылайық. Егер ота шағын әрі қарапайым болса, әдетте сізден арнайы дайындық талап етілмейді. Бірақ сәл күрделірек отаға дайындалу үшін тамақтануыңызға көңіл бөлуіңіз керек. Лапароскопия алдында 1-2 күн бұрын ұсынылатын диета қалдықтары аз, құрамында дал, сүт өнімдер жоқ, көбіне ботқа түріндегі тағамдар. Бұл мысалы күріш пен расан болуы мүмкін. Сондай-ақ көкөніс немесе жеміс шырындары да жарайды. Газ түзетін өнімдерден неге бас тартамыз? Себебі лапароскопиялық ота өте нәзік құралдармен ішке қол салынбай жасалады. Сондықтан ішек қарындар тегіс болуы керек. Сол себепті біз қалдықтары аз әрі талшықтары аз диетаны таңдаймыз. Сізге істеу керек нәрсе осы ғана. Лапароскопиядан кейін барлық дәрігердің нұсқауларын орындаған соң, білуіңіз керек басты нәрсе тұрып жүру керек. Егер лапароскопиялық ота жеңіл болса, 4-6 сағаттан кейін жүруге болады. Ал егер ота күрделі болса, мүмкін сол күні, мүмкін келесі күннің басында жүруге рұқсат беріледі. Неліктен олай? Себебі жүру немесе қозғалу сіздің тезірек қалпына келуіңізге көмектеседі. Сол аздаған ауырсынуды жеңіп жүру керек, өйткені ішек тезірек жұмыс істейді. Сіз қалыпты тамақтануыңызға қайта ораласыз. Жүру дененің әр түрлі бөліктерінде қан ұйығын болдырмайды, сондықтан отадан кейінгі қауіп азайды. Бұл жазылуға көмектеседі және өзіңізді жақсырақ сезінесіз. Сондықтан лапароскопиялық отаны толық пайдаланыңыз және белсенді болыңыз. Здравствуйте.